Саламатсыздар ма, достар, құрметті бизнес әріптестер. Менің есімім Дархан. Мен қазіргі таңда Global Trend компаниясының представителімін. Менің командама жаңадан партнер болып қосылған әріптестерге үйретер сабағым, демек, Инстаграммен қалай жұмыс жасау керек. Қазіргі таңда көп адам интернет бизнеспен айналысып жатқанымен интернетпен жұмыс жасауды білмейді. Сол себептен де бұл интернетпен жұмыс жасаудың алғашқы бастамасы. Әр бизнес партнерда Инстаграм парақша, YouTube канал, Facebook және де WhatsApp міндетті түрде болу керек. Соның ішінде ең маңыздысы бізге Инстаграм мен Facebook. Өйткені көп адамдарда қазіргі таңда тариф Инстаграм мен YouTube каналға бесплатно. Демек, Инстаграмнан қаншама видео, қаншама посттарды көрсеңіз де сізден мегабайт алмайды, өйткені ол бесплатно, сондай тарифтер қосылған қазіргі таңда. YouTube каналдан қаншама видео көрсеңіз де сіздің мегабайтыңызды жемейді. Сол себептен де бұл Инстаграм мен Фейсбуктан көп адамдар информацияны көп іздейді. Инстаграм мен Ютубтан көп адамдар информацияны көп іздейді. Мысалы, мен өз басым информацияны Инстаграмнан көп іздеймін. Өзіме керекті информацияларды Инстаграмнан немесе Ютубтан тауып аламын. Енді қараңыздар, Инстаграмнан қалай жұмыс жасау керек, қалай бесплатно пост, демек бесплатно реклама жасау керектігін жолын үйретемін. Алдымен, бірақ сіздер Инстаграм парақшаларыңызда описаниясын барлығын толық әдемілеп жазуларыңыз керек болады. Әр адам өзінің Инстаграм парақшасына кірген кезде редактировать профиль деген жазу тұрады. Соны міндетті түрде басқан кезде имя дегенге Дархан Акимов деп жазсаңыздар болады, өздеріңіздің аты жөндеріңізді. Имя пользовательге логин создавать етесіздер. Егер сіздер Global Trend компаниясының партнері болған болсаңыздар, Дархан Global Trend деп жазсаңыздар болады, немесе Global Trend өзіңіздің аты жөніңіз жазсаңыздар болады, өзіңіз білесіздер. Ал сайт деген жерге өзіңіздің WhatsApp номеріңізді емес, сол WhatsApp номеріңіздің ссылкасын қойыңыздар. Демек, ол әр кіретін адам, сіздің WhatsApp-ыңызға жазатын адам, сіздің номеріңізді набирать етіп жүрмес үшін, ол адамға жеңіл түрде, ол көкпек ссылканы басып қалса, сіздің автоматты түрде сіздің WhatsApp номеріңізге түсетін болады. Және де Perfectalux тазалайды, Vitalux деп о себе, то есть компания туралы қысқа да нұсқа жазып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде телефон номерларыңыз, өздеріңіздің фотоларыңыз тұрғаны дұрыс. Өйткені сіздер бизнесменсіздер, сізді іздеген адам міндетті түрде жеңіл түрде тауып алу керек болады. Енді қараңыздар, WhatsApp-тың ссылкасын қойған кезде, міне астында хабарласыңыз деп телефон номеріңіз тұр, оның астында көкпек ссылка тұр. Соны басып қалса, ол адам менің WhatsApp номеріме түседі бірден. Міне қараңыздар, басып қалды, бірден менің WhatsApp-ыма түсті. WhatsApp-қа түскен адам сұрайды, не қылған продукты, қандай продукты, немесе қандай бизнес, расымен бизнестен жақсы ақша табуға бола ма, немесе продуктыдан күшті результат алуға бола ма деген секілді көптеген сұрақтар қояды. Міне ол кісілер менің WhatsApp-ыма түсті бірден. Бұл сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді қараңыздар. Инстаграмнан тегін реклама жасау үшін не істеуіміз керек? Ол үшін мен сіздерге Instasavi дегеннің программасын, ссылкасын жібердім. То есть Instagram репост деп тұр, сол ссылканы басып қалсаңыздар, сіздер сол осы программаны көшіріп ала аласыздар. Ол қандай? Мысалы, оң жақ бетте екінші қатарда тұр. Оң жақ бетте жоғарғы жағында екінші қатарда загрузчик видео деп тұр. Сол загрузчик видео дегенді бассаңыздар, сіздер тегін репост жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ең үстіңгі жағында Инстаграмның эмблемасы тұр, оң жақ бетінде. Соны тағы да басасыздар, бастыңыздар. Сосын мына Инстаграмның астында тұрған, сол жақ бетіндегі екіншісі лупаның суретін бассаңыздар, Global Trend деп жазсаңыздар, көптеген Global Trend компаниясының партнерлардың Инстаграм парақшаларын тауып аласыздар. Мысалы, Global Trend Company Қазақстан дегенді бастыңыздар. Содан керекті өзіңізге ұнайтын бір информацияны көшіріп алуыңызға мүмкіндік бар. Оның видеосымен бірге астындағы текстімен көшіріп алуыңызға мүмкіндік бар. Мысалы,
мына кісінің сөйлеген видеосы мен Коллеги, партнеры, меня зовут Баужан, фамилия Кудайбергенов. Я в компании Global Trend работаю 6 месяцев. Ровно за 5 месяцев я купил вот такой замечательный автомобиль. В компании Global Trend мечты сбываются. Я вас всех призываю в эту компанию быть вместе с нами, зарабатывать достойные деньги и ездить на хороших машинах. Удачи вам! көрдіңіздер ғой, құрметті бизнес әріптестер, тура осы секілді партнерлардың күшті отзывтарын, доходтарын өзіңіздің инстаграм парақшаңызға информация жинауларыңыз керек. Өйткені сіздің де подписчиктеріңіз көп, сіздің де таныстарыңыз көп, чтобы сіздің парақшаңызды күнделікті қарап отыратын, және де көп адамдар қызығады. Расымен серьезно бизнес, серьезно продукты болса неге істемеске. Сол себептен де қараңыз. Осы видеоны астындағы текстімен, описаниясымен көшіріп алу үшін оң жақ бетте 3 кнопка тұр, соны басасыздар. Сосын копировать ссылка дегенді бассаңыздар, әлгі программаның суреті шығатын болады. Қазір бізде мында шықпай тұр. Қайтадан бастым, копировать ссылка. Ол программаның суреті шықпай тұр, неге екенін білмеймін. Мысалы, копировать ссылка десеңіздер, сол программаның суреті шығу керек еді. Міне шықты. Астында загрузчиктің эмблемасы тұр, соны бассаңыздар, қайтадан сол неге түстіңіздер, міне осылай история болып шығып тұрады. Астында текстімен тұр. Мына бір қызыл кнопканы бассаңыздар, тура ортада тұрған поделиться деген секілді кнопканы бассаңыздар, перепостить дегенді басуларыңыз керек. Сосын история емес, лентаға басасыздар. Дальше басасыздар. Тағы да бассыңыздар. Сосын міне текст жазып отырмайсыздар. Вставить дегенді бассаңыздар, тексті де жазылған. Міне астында тақырыбы мен тексті барлығы жазылған. Сіз жазып отырмайсыз. Ана репостты жасап, поделицаны бассаңыздар, сіздің инстаграм парақшаңызға көшірілді. Міне қазір ғана көшіріп алған нәрсе менің уже инстаграм парақшамда тұр. Міне қараңыздар. Ол кісіден көшіріп алғаным даже білінбейді. Көрдіңіздер ғой? Тура осылай өзіңіздің инстаграм парақшаларыңызға информация толтыруларыңыз керек. Әр қойған фотоның астына міндетті түрде текст болғаны дұрыс, құрметті бизнес партнерлар. Құр фото, құр видео салмаңыздар. Астында міндетті түрде тексті, видеосы, сөзі болу керек. Мысалы, мына видеоның астының өзінде де мен астына текст жаздым. Компания электронной коммерции Global Trend набирает дистрибьютор для продвижения самого востребованного продукта правильное питание, не имеющий аналогов нано-бальзам. Преимущество компании офис по СНГ мира. Осындай описание міндетті түрде жазам. Бұл біздің спонсорымыз Ақмарал ханым. Ақмарал ханым Дубайда, мысалы, алтын қосылған кофе ішіп отыр. Сол кісінің видеосында мен өзім парақшама көшіріп алған. Өйткені менде де парақшамда көптеген таныс достарым бар. Мен инстаграм парақшамды наблюдать етіп қарап отқан қаншама адамдар мен инстаграм парақшамнан партнер болып қазіргі таңда менімен бизнесті бірге істеп жатыр. Сол себептен де инстаграм парақша, YouTube канал деген өте керемет жұмыс жасайды. Интернетпен серьезно жұмыс жасаймын деген адам инстаграм парақшасына күніне жоқ деген кезде 5 рет пост жасау керек. А компания, а продукты және өзінің өмірі туралы информациялар салып тұру керек міндетті түрде. Сол себептен де менің, то есть шақырған наставнигіңіздің айтқан жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздер үлкен жетістікке жететін боласыз. Үлкен жетістікке жетесіздер, тез арада жетесіздер. Сол себептен де жаңадан кірген партнерларға беретін тапсырмам күніне жоқ деген кезде 5 рет инстаграм парақшаларыңызға информация салуларыңыз керек. Демек пост жасауларыңыз керек, және де YouTube каналдарыңызға күніне жоқ деген кезде 5 рет видео салып тұруларыңыз керек. Бұл сіздерге маңызды нәрсе. Және осы инстаграмға тегін репост, тегін реклама жасаудың жолын үйреттім. Сол программалар ссылкаларын мен сіздерге партнерларға жіберем. Жаңадан қосылған партнерлар өздері программа телефондарына көшіріп алады да, солай тегін жұмыс жасайды. Бұл сіздерге керекті құралдардың бірі. Тағы да сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында
міндетті түрде менің WhatsApp номерім, Instagram, Facebook парақшаларым болады. Қалай толтыру керек, қалай оформлениесін жасау керек, соларға қарап шықсаңыздар болады.